Сәлеметсіздер ме, құрметті ізденушілер? Мен халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінің арнайы пән оқытушысы Әмірәлі Нұргүл Мұратқызы боламын. Мен экскурсия тану, туризм экономикасы, экономика негіздері сабақтарынан дәрістер өткіземін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз экскурсиядағы психология элементтері. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты экскурсиядағы психология элементтерін анықтау. Сабақтың міндеттері: психология анықтамасын білу, зейін түрлерін анықтау, ойлаудың негізгі формаларын зерттеу және темпераменттер түрлерін ажырата білу. Бүгінгі сабақтан күтілетін нәтижелер: экскурсиядағы психология элементтерін ажырата біледі және темперамент түрлерін ажырата отырып, экскурсия барысында кездесетін ситуациялық жағдайлардан шыға алады. Бүгінгі көңіл-күйлеріңіз қалай? Мұңайып тұрсыз ба, күліп тұрсыз ба, жабырқаулысыз ба, әлде ашулысыз ба? Мен не себептен сіздердің көңіл-күйлеріңізді сұрадым. Яғни экскурсияда міндетті түрде психологиямен байланысы бар. Психология ол адамның жан күйін зерттесе, біз экскурсияда әртүрлі мамандарды, әртүрлі экскурсанттарды кезіктіреміз. Сол себепті бізге экскурсия мен психологияның маңызы осы жерде. Сіздердің алдарыңызда 6 түрлі сөздер тұр. Яғни психология ойлау, психология зейін, психология түйсік, психология елестету, психология сөйлеу және психология сезіну. Осы 6 сөздің барлығы бізде психологиямен байланысады. Сіздердің алдарыңызда 8 түрлі маман иелері тұр. Олар мұғалімдер, құрылысшылар, аспазшылар және биші, сонымен қатар дәрігер. Мен не себепті сіздерге 8 түрлі маман иелерінің суреттерін қойдым. Яғни бізде экскурсанттар әртүрлі маман иелері болып келуі мүмкін. Сіздер барлығыңыз білесіздер, экскурсияда 2 түрлі экскурсияның түрі бар: шолу экскурсиясы және тақырыптық экскурсия. Сіздер шолу экскурсиясында кез келген 3-4 маман иесіне арнап бір экскурсияны жасай аласыздар. Ал бірақ тақырыптық экскурсияда арнайы бір маман иесін таңдай отырып экскурсия жасайсыз. Яғни мен бұл жердегі суреттерді көрсету себебім, сіздің алдыңызға әртүрлі маман иелері келеді, сіз олармен дұрыс қарым-қатынаста сөйлеуді білу керексіздер. Психологияның негізгі анықтамасын айта кетейін. Психология адамның дара тұлғалық психикасын, өзінің сан алуан сезім, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым болып табылады. Ең алғашқы психология элементі ол бізде ойлау болып табылады. Ойлау дегеніміз сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Ойлаудың негізгі формалары бар. Олар ұғым, пікір, ой қорытындысы. Ой қорытындысы бізге 3-ке бөлінеді: индукция, дедукция және аналогия. Келесі біз осы ойлау элементтерінің әрқайсына тікелей тоқтала кетейік. Ұғым дегеніміз не? Ұғым дегеніміз заттар мен құбылыстар туралы ой. Ұғымда заттардың жалпы және негізгі қасиеттері бейнеленеді. Келесі пікір. Бұл бір зат туралы мақұлдау не теріске шығаруда көрінетін ой формасы. Үшінші, ой қорытындысы. Бірнеше пікірден жаңа пікірлер шығаруға негізделген ойлаудың логикалық формасы. Ой қорытындысының 3 түрі бар дедік. Бірінші ол индукция. Индукция яғни жеке заттан жалпы затқа арналған ой қорытындысы. Дедукция жалпыдан жекеге арналған. Аналогиялық олардың бір-бірімен ұқсастықтары бойынша ой қорытындысын жасау тәсілі болып табылады. Шешілетін мәселелердің сипатына байланысты теориялық және практикалық болып бөлінеді. Теориялық ойлау объектілердің қасиеттері мен заңдылықтарын ашуға бағытталған. Теориялық интеллектуалдық ойлау тәжірибелік әрекеттерінің бастауы. Келесі практикалық ойлау. Уақыт тапшылығында мақсат қоя біліп, жоспар мен жобалар құруда көрінетін ойлау түрі болып табылады. Экскурсия кезіндегі 3 психикалық үдеріске тоқтала кетейік. Олар танымдық, еріктік, эмоционалдық. Танымдық дегеніміз белгілі бір ойды, идеяны іздену, яғни білу. Еріктік өз ойыңызға еріктік бересіз. Еркін сөйлей аласыз, еркін ойлай аласыз. Эмоционалдық яғни сіз ашуға берілу, күлу, жылау, оның барлығы біздегі эмоционалдыққа жатады. Экскурсияда зейіннің 3 түрі бар: ырықсыз зейін, ырықты зейін және үйреншікті зейін. Ырықсыз зейін еріксіз, ешқандай күш салмайсыз, тек қызығушылықпен айқындалады. Мысалы, нысанның көлемі және де экскурсоводтың артық қол қимылы. Келесі ырықты зейін. Сізде ешқандай қызығушылық жоқ,
оны сана арқылы бағыттайсыз. Мысалы, мұқият бол, тыңда, ойла, тағы басқа. Үшінші бізде үйреншікті зейін. Өз зейінін адамның өзі басқаруы, яғни топ соңынан өзі жүруі, өзі шешім қабылдауы, тағы сол секілді. Бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында мен сіздерге 4 түрлі бекіту тапсырмаларын алып келдім. Біздің алғашқы тапсырмамыз психологиядағы темпераменттерге талдау жұмысы. Дескриптор бойынша 4 ереже бар. Біріншісі нақты түсіндірілуі, екіншісі дизайн, үшінші топтың қатысуы және төртінші регламенттің сақталуы. Темпераменттердің психологиялық сипаттамасында біз 4 түрлі ерекшелікті өтеміз. Бірінші сангвиник, бұл еті тірі, қабілетті, қозғалғыш адамдар. Екіншісі флегматик, бұлар баяу, байсалды, ешқашан асықпайтын адамдар. Үшіншісі холерик, олар энергиясы өте көп, белсенділігі, құштарлығы өте жоғары адамдар. Олардың жағымсыз жақтары кішкене қаталдау болады және ызаланып өздерін ұстамсыздығы төмен болады. Төртінші бізде меланхолик өкілдері. Олардың эмоциялары өте баяу туады, бірақ тереңдігімен және күштілігімен ерекшеленеді. Меланхоликтер өте тұйық, таныс емес адамдармен сөйлеспейді, жаңа ортада қатты қысылады. Мен сіздерге 4 түрлі ерекшелікті айта кеттім. Осы төртеуіне байланысты топ студенттері плакаттарға әр топта жеке-жеке тапсырма болады. Олар соған байланысты суреттер салып, өздері осы сөздер арқылы түсіндіріп беру қажет. Екінші тапсырма бізде торсия әдісі. Яғни сіздер міндетті түрде ұяшықтарды құрастыру керексіздер. Суретте бізде бірнеше ұяшықтар көрсетілген. Мысалы, уақыты бойынша ең қысқа экскурсия ол 45 минут. Біз осы ұяшықтардың сызықтары бойынша қырқып аламыз және оларды орындарымен ауыстырамыз. Сол кезде студенттер сіздер міндетті түрде уақыты бойынша ең қысқа экскурсияның 45 минут екенін бір-біріне байланыстыру керексіздер. Немесе экскурсиялардың негізгі белгілер саны мысалы 7. Тапсырма 3. Сөз табу әдісі. Сіздердің алдарыңызда көрсетіліп тұрған суретте 25 экскурсияға қатысты сөздер бар. Сіздер 25 сөзді табатын болсаңыздар, сіздерге 25 балл беріледі. Мысалы, мұнда экскурсовод, қорықтар, экскурсовод портфелі, педагогика, психология секілді әртүрлі сөздер бар. Алдарыңызда YouTube арқылы мен сіздерге видео көрсетемін. Сергіту сәті жақсы аяқталды деп ойлаймын. Сіздерде 4 түрлі темперамент адамдарының видеосын қарадық. Сіздер оларды жауаптарын біле алдыңыздар ма? Енді келесі сіздердің қандай темпераментке жататындарыңызды анықтайық. Сіздердің алдарыңызда 11 сұрақ берілген. 11 сұрақтың 4 варианты бар. А, Б, В, Г. Осы әрбір сұрақта қай вариант сізге жақын, сіз соны белгілеу керексіз. Ең соңында өзіңіздің қай темперамент түріне жататыныңызды анықтау үшін әр вариантқа сіз 1 балдан бересіз. Мысалы, сізде 11 сұрақтың ішінде 7 А әрпі шығатын болса, сіз холерик деген. Бірінші сұрақ. Экскурсияда қандай әдісті қолдану керек? Екінші сұрақ. Экскурсияны қайда өткізу керек? Үшінші сұрақ. Экскурсияға баруға қалай қызықтырасыз? Және қиын ситуация кезінде қалай тіл табыса аласыз? Келесі бізде қандай, қайда және қалай атты ойынымыз бар. Сіздер бұл тапсырманы жұппен немесе жеке орындасаңыздар болады. Сіздердің алдарыңызда қазір 4 шаршы белгіленеді. Осы шаршы арқылы қандай, қайда, қалай сұрақтарына жауап беру керексіздер. Сіздердің алдарыңызда 4 ұяшық тұр. Мысалы, қызыл ұяшығын таңдайтын болсақ, бізде холерик адам кездеседі. Яғни сіз осы 3 сұраққа байланысты холерик адамдар экскурсия барысында қалай өздерін ұстайды, ол адамдармен қалай тіл табысу керектігін айтып беру керексіздер. Мысалы, көк ұяшықта меланхолик, күлгін ұяшығында флегматик, сары ұяшығында сангвиник белгіленген. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге қысқа барлығын түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Енді алдарыңызда бағалау парағы тұр. Бірінші, плакатпен жұмысқа 35 балл, торсия тапсырмасы бойынша 20 балл, сөз тапсырмасы бойынша 25 балл, қандай, қайда, қалай тапсырмасы бойынша 20 балл. Жалпы бізде 100 баллда берілген. Енді сіздерге бүгінгі сабақтан ұққан 3 тірек сөзіңізді, бүгінгі сабақтан ойға түйген 2 ұғымыңызды және бүгінгі сабаққа қатысты 1 сұрақты маған жасаңыздар болады. Және осы уақытқа дейінгі орындаған тапсырмаларыңызды, осы 3 тірек сөз, 2 ұғым, 1 сұрақты менің почтама жіберетін болсаңыздар, мен сіздерге жауаптарын айтып беремін. Сіздердің алдарыңызға менің почтамды жазып қойдым, nurflow@gmail.com. Осы почта арқылы маған кері байланыс бере аласыздар.
сабағымыздың соңғы кезеңі үй тапсырмасына да келіп жетті. Үй тапсырмасы өндірістік тәжірибе кезінде алған білімдерін пайдалана отырып экскурсиялық тур құрастыру. Оның міндетті түрде бағдарламасы, шығыны болу керек. Сіздермен болған Нұргүл Мұратқызы. Егер де менің видео сабағым ұнаса, маған жазыңыздар. Мен келесіде осыған ұқсайтын әртүрлі қызықты тақырыптағы видео сабақтарды